Бүгін біз оралған қазақ Қажы Темірқұл атамызбен сұхбаттасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыз. Ал ендеше кеттік. Арнаға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыз. Біз бүгін Шолпы атамыздың жанындамыз. Ата, өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Өзім атым Қажы Темірқұл. Атым Тәліпұлы Қажы Темірқұл. 36 жылғымын. Ұлым Байбақта. Қазір 80-дің бесеуіне шығып тұрмын. Жалпы атамыз оралған қазақсыз аты, ауғаннан, Ираннан деген. Біз негізінде ауғаннан көшіп Иран барып, Ираннан келдік. Мен негізі ауғанда туып өскеніміз, ата-бабамыз ауғанда туып өскен. Жалпы енді қазақтарды арғы бетке кім бастап барды? Осы жайында бір кішкене айтып өтсеңіз. Қазақтарды бастаған билер, ақсақалдар көп болған ғой. Әр ұрудың өзінің жолбасшы болған, қолбасшы болған. Мен өзім Ауғанстанда туылғанмын. Естуім бойынша, аталарымыздың айтуы бойынша, менің атым Қажы Темірқұл, әкемнің аты Талып, Талыптың әкесі Молдыстай, Молдыстайдың әкесі Беркін деген кісі. Беркінді хан деп те аталған, батыр деп те аталған. 1860-70 жылдары Елауа көші деген көшті көшіп, Бұхараның үстіменен Тәжікстанға барып табан тіреген. Жалпы енді болса, сол кісілердің көшуіне не түрткі болды, не себеп болды деп ойлайсыз? Ол кісілердің көшуіне түрткі болған нәрсе, оны енді ақылы бар адам, әрбір қазақтың баласы білу керек. Баяғы ескі заманнан мұсылманға, әсіресе қазақ еліне тырнағын батыруға, соны бағындыруға атсалысқан Николай патша. Николай патшаның заманында хандар болған, билер болған. Соған Николайдың билігіне жүрмейміз, дінімізді, тілімізді, отанымызды өзіміз билейміз деген әрекет болған. Ойдағырда со патшаның саясатына қарсы болған кісілер, қарсы болғандықтан отанынан қоныс ауған ғой. Жалпы мен білуімше, сол кездегі хандар орысқа бір келісім шартпен бағынып отырған секілді. Бірақ өзара жаңағыдай жеке-жеке шыққан көтерілісшілер болған. Қателеспесем, кейінгі жаңағы Орал Қазыбек ағамыздың айтуы бойынша жаңағыдай Беркін хан деген көтеріліс бастаған кісі болған екен. Солай ма? Солай. Сол кісі өзі жеке көтеріліс жасаған. Солай болуы мүмкін енді. Оның бірақ тарихшылардың айтуы бойынша ол кісі көтеріліс жасап, орысқа қарсы болған азаматтың біреуі болса, біреуі де бірегейді болған деп аталады. Ол кісінің Сырым Батыр, атақты Сырым Батырдың немере інісі болады. Сырым Батырдың ізін ала, қарсы болып бас көтерген батырлардың бірі деп айтуға да болады ол кісіні. Ол кісі қанша үйді, қанша түтінді жаңағыдай көшіріп алып кеткен осы Тайпақтан? Тайпақ ауданынан көшкен, мезенде енді ол кісінің қол астында 500 отбасы болған. Әр ұрудан әлім болған, әлімнен де болған, адайдан да болған, табыннан да болған, әр елдің өзінің ақсақалы болған. Ең бастық төрағасы Беркін хан деген кісі болған, хан аталған. Солықта хан деп атаған. Содан көшіп, қаншаға жүрсе өзі біледі, Тәжікстанға табан тіреген. 500 түтін үйді, яғни 500 отбасына ала көшті ғой. 500 отбасына алып, соны ертіп, соған басшылық жасап көшкен кісі. Осы көшкен кісілер арғы бетке, Тәжікстан, одан ары қарай ауғанға көшті ғой. Сол кісілер өздері бір бөлек болып отырды ма, әлде қарапайым сол ауған жұртымен бірге сіңісіп араласты ма көпшілігі, яғни? Ауғанға барғасын ба? Ауғанға көшіп барғасын
bizim Afganistan'ın özü, Afganistan'a bargan Kazaklar Katagan, Mazar-ı Şerif, İrat deb atalınады. Kazaktың neleri, облыстары. Bizim atalarımız mezенде 1800 жылдың ояқ-бұяқтарында Қатағанға табан тіреген, Қатаған өңіріне. Қатаған өңірінің Құндыз, İmam Sahip, Седерек, Алсын, Пұлқымыр, Бағлан, Баладүр, Нарын деген жерлерде малын жайып, әр жерге қоныстанып, өмір сүрген о кісілер. Топтасып. Содан соң әр жерге ауыл болып, месіт алып, қауым болып, солай өз сұрамын өз сұрап, өз билігін өзі жүргізіп, сондай болып өмір сүрген. Жалпы сол кісілер, сол жақтағы кісілер жаңағыдай қандай кәсіппен айналысты, қол өнер болды ма, қалай сол жайында қысқаша айтып өтсеңіз? Ояқтағы кісілердің отаннан ауып барғасын бірінші кездерде атарман, шабармандық болған, елге қамқорлық жасаған азаматтар. Елге қамқорлық жасаған, сол ел сапқанын бір ауылда, бір ауыл 50 үй, 60 я 100 үй болатын болса, сол ауылда 3-4 азамат, я 10 шақты азамат табыс табатын болған. Сол тапқан табыстарын әкеліп елге бөліп беретін болған. Содан соң үкіметке бағынып, үкімет әр жерден жер берген, үй берген емес, жер берген, өздері үй салып, жерленіп, суланып отырған, аздап диқаншылықпен айналысқандарда болған, бірақ көбіне талаптары қол өнер болған, қол өнер. Ергісілер аталарымыз егер шапқан, мына көкпар шабатын шабандоздығарға етік тіккен, мына әжелеріміз, үлкен кісілер жүн түткен, жіп иірген, келіндер, қыздар, өрмек тоқыған, кілем тоқыған, сонда қол өнерменен өмір сүрген. Берегірек келе-келе, сосын мына машина алып, қол машинаменен шапан тігіп, жадағай дейді, жадағай тігіп, сондай ойдағырда барлық талап қол өнерменен болған. Мен өзім де Ауғанстанда туылдым. Мен де қол өнермен айналысып өмір сүрдім. Енді айта кетерлігі осы жерде. Қазақты жалқау дегенге осымен келіспейсіз ғой? Жоқ, қазақ өнерлі, шеберлі болды ол. Қазақ жалқау емес. Қазақтың жалқау дегеніне келіспеуге болады. Неге? Ол қазақ аздан сұрамайды, Құдайдан, молдан сұрайды. Сол тілегіне, сол кең пейілдігіне Алла Тағала қазаққа қайерде де болса берді. Сол өнердің арқасында қазақ кем болған жоқ. Жалпы өзіңіздің есіңіздегі ол жақта қандай қазақтың салт дәстүрін атқаратын еді ол тұрып жатқан кездеріңізде? Салт дәстүр дегенде қазақтың ояқтағы салт дәстүрлері қазіргі уақыттағы жастардың жүріс-тұрысына сәйкес келмейді. Ол уақытта мына қыз балдар камалатқа келгенше тақия киетін еді. Төбесіне үкі тағап қоятын еді, құрақ тақия болатын еді, тақия киетін еді. Камалатқа келгесін, камалға жеткесін, орамал жамылатын еді, қызыл орамал жамылатын еді. Шашақтап, бой жеткен қыздар шашақтап орамал жамылады, орамалдар қызыл болатын еді. Қыз бала ақ орамал жамылмайтын. Сосын көйлектері ұзын, жеңдері ұзын болатын. Ер балдар шапан киіп, сондай камзол киіп, сондай менен өмір сүретін. Шалдардың алдынан кесіп өтпейтін, үлкендерді құрметтейтін салт дәстүр әлде де жоқ деуге болмайды, бірақ ол уақытта мықты еді.
kelinler kelinçek bolup püskөsün. Kelinçek bolup püskөsün, kelinçek ak oramaldan başka oramal jamılmaysın edi. Ol vaqta birinci kelinçek bolup püskön vaqta javluk dep atılады, o yakta javluktun üstüne jamılатын jelek deйтін bir kızıl matadan jelek dep jamılатын edi. Sosun o jelekti bir yılga değin jamılıp жүрөтүn edi. Ol bir adeptin adep bolup есептелетін edi деп ойлаймын. Сал сері деген бар ма еді ол жақта? Sal seri, endi ol sal seri деген атақ болмаған менен жоқтугу болмайды. Мына Тәжікстанда өткен Бесқасқа деген азаматтар өткен екен. О кісілер сал сері болған екен. Сал сері болғанда сондай тойда, сондай жиындарда өнер көрсетеді екен. Өлең айтып ән салады екен. Сондай кісілер болған. Тасмағамбет деген әнші болған. Тасмағамбеттің ән күйі деп үлкен кісілердің тартқанын естігенбіз, бірақ Тасмағамбеттің күйі әні бұяққа тарамаған екен. Енді Тәжікстанда болған, сол Тәжікстанда өтіп барған қазақтар аталарымыз айтатын еді. Сосын Ауғанстанда Мұрат деген кісі әнші болды. Зайыр деген кісі жырау болды. Біздің әкелерімізбен қатар адам еді Зайыр. Мұрат біздің әкелерімізден кіші жаста болу керек. Сосын домбырашылар болды. Бердіқожа деген, балықшыда Бердіқожа деген домбырашы болды. О кісі бәрінің жалпы кәсіп қолөнер ғой. Сол жаңағы кәсіп істеп отырып арасында домбыраны алып жібертіп домбыра тартатын еді. Сол Бердіқожа деген атамыз енді о кісіге бір қонған домбырашы еді. О кісі сол домбыраны тартқан уақытта далаға шығып кеткенін білмей қалады екен деп шалдардың айтқанын естігенбіз. Домбыраны тартып келіп қайтадан отырады екен. Мына Табын ағайындарда Имамрат деген домбырашы болды. Сондай домбыра Абибулла деген Қырықмылтық ағайындарда жырау болды, күйші болды. Бірақ біздің көрген қазақ, біздің Ауғанстандағы өскен жерлерімізде би деген нәрсе жоқ болды. Би деп үлкен, жас үлкен кісілерді айтатын еді. Мына жерде мына ойыншыларды биші дейді екен, мен бұған түсінбей қалдым. Біздің көріп жүрген қазағымызда би деген нәрсе болмайтын еді. Сосын жаңағы беташар, ақсүйек деген ойындарды болды деп естіп едім. Ол енді тойдың есебі ғой беташар. Келінді, қызды шығарарды той бастар деген болатын еді. Мен өзім Айлабат деген жерде бір кісінің қызы ұзатылды. Ол кісінің атын ұмытып отырмын, бірақ ұмытпасам күйеу болған кісі біздерге жиен болатын еді. Қалдар деген кісі еді, Арбап Қалдар деп атайтын еді. Сол кісінің тойын бастаған мен. Той бастарды айтқан адам мен сол уақыттарда. Мына ұзататын қызды үйден шығармай тұрып той бастайтын еді. Сосын келін болып түскесін барып бет ашатын еді. Бет ашар, той бастар, ол бар. Сосын жаңағы сұра Ақсүйек дегенің ол ойын ғой ол. Ол ойын қазақтың ата салты Ақсүйек дейді, кескес дейді. Неше түрлі аттары бар еді, оны қазір ұмытып қалыппын енді. Мен сол ойындарды ойнаған адаммын. Далаға шығып, мына айдың жарығында далаға шығып ойнайтын едік, екі жақты болып. Күрес болатын еді. Сөйтіп отырып, ән салып, домбыра тартатын едік. Сондай салттар бар еді. Енді осы отанға оралған кезіңізде қандай ішіңізде сезім болды жалпы? Қазақстанға қайтып оралған? Сезім деген ол қуаныш. Қуанышты тілмен айтып жеткізуге болмайды. Тек Алла Тағаланың өзінің берген нематы деп ойлаймын. О сезім, отан деген, отанға бару деген, отанды сүю деген сезім менің сол шетелде тусам да, шетелде өмір сүрсем де, жүрегімде есімді білгеннен болып тұрған. Алла Тағаланың бергеніне сансыз шүкір.
bir жүректегі қол жетпейді деген арман еді бұл отанға қосылу. Бұл арманға қол жеткізу үлкен бақыт, үлкен абырой деп ойлаймын, бірінші. Екінші, мына егеменді ел болғандықтың арқасында қол жеткіздік деп ойлаймын. Егеменді ел болғанда да мына Нұрсұлтан Әбішұлы патшамыз бірінші өзінің атқа мінгеннен басқа елді ойламай, шетелдегі қазақтарға құшағын жайғандығына көптеген рахметімді айтамын. Алла тағала бұл кісінің жасына жас, басына бас, өміріне өмір жалғаса беріп қосыла берсін деймін. Біздер жаңағы Ираннан, Ауғанстаннан Иранға өткенбіз. Иранда жүргенімізде бұл кісі барып, сол Мырзатай Жолдасбек деген кісі де бұл кісінің бірге барған кісі, солақта елші ме білмеймін. Сол бұл кісі бір себептермен өзі біздерге келе алмай қалды. Tehran деген қаладан, Иранның астанасы, сол жерден бір шайхананы ашып, бұл кісіні көреміз, сәлем береміз деп күткенбіз. Сонда Мырзатай Мырзатай ағамыз келді. Ол кісі келеді, сіздерге келетін ниеті бар еді, бірақ бір мүмкіндік болмай қалды, келе алмады, мені жібертті, мен келдім деді. Сондағы ол кісінің бірінші айтқан сөзі 20 неше деді, 27 деді ме, 25 түрлі жұмыспенен келді осы Иранға деді. Келгендегі біріншісі сіздерді алуды, ешқандай ойларыңызға келмесін, біз отанға бара алмай қаламыз деген ойларың болмасын, міндетті түрде сіздерді алады. Қайтып барғасын адам жібертеді, жазушы келеді, жатады сендерді деп деді. Мен соған, сол Нұрекеңнің келгендігіне арнаған бір өлеңімді бар, сол Мырзатай ағамыздың алдында сөйлерді айтып бердім. Рахмет ата, сұхбатыңызға көптен көп, сізге ұзақ ғұмыр тілейміз. Алдағы уақытта тағы да басқаша сұхбаттар жүргіземіз деп ойлаймыз. Алла разы болсын. Алла тағала сендердің де өмірлі жастарыңды ұзақ қылсын. Мына отан сүю, имандылық деген ниет, ой, пікір, сана сезім барлық үлкен кішімізде болуын Алла нәсіп етсін. Әсіресе жастарымыздың Алла тағала ауыз бірлігін, ынтымақшылығын берсін. Амин. Аллаху акбар. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз тәмам. Алдағы уақытта бізді қарай жүріңіздер. Сәке Лайф өмірімізді мәнді әрі сәнді қылу бізбен сіздің қолыңызда. Даланың киесі көктегі тәңір болса медетін, тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі желеп жебесін. Еңіре-бірлер тусанып, намыспен бетін босанып, жауларын жайпап жусатып, ай-ай-ай арлан боп, толдада бұлғырғанып, жақсыдан үнсіз сыртанып, жүзінен жүрір нұр тамып, ай-ау. Семсерін кесіп сертіңді, мүсірін басып өртіңді, кім оғар ішкен ертіңді, ай-ай қоздаған, отына күйіп намыстың, жақпенен жалғыз алыстың, қапығаттан ай зар құштың, ай